Одақ аясында ортақ ойын тәртібі керек. Әсіресе кәсіпкерлер тиімді байланыс орнату үшін интеграциядан көп үміт күтеді. Сондықтан бизнесті бірге бақылайтын тетіктердің сапасын арттыруға тиіспіз. Бүгін Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына қатысқан Бақытжан Сағынтаев осылай деді. Премьер-министр Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында сауда-саттықты арттыру үшін кедергілер мен шектеулерді азайту керек деді. Отырыста бірқатар өзекті сұрақтар талқыланды. Мүше елдер аграрлық өнеркәсіптік кешенді және ауыл шаруашылығы көліктерін құрастыруды дамытуға басымдық бермек. Айта кетейік, үкіметаралық кеңес одақ елдерінің үкімет басшыларынан құралған Еуразес органы. Күн тәртібіндегі біраз мәселе қаралды. Басым бөлігі сауда-саттықты кеңейтуге қатысты. Ортақ экономикалық кеңістіктегі алыс-берісті қорытындыладық. Сондай-ақ порттарға қатынауда кедергілерді азайту, өнеркәсіпте өзара байланысты нығайту пысықталды. Барлық сұрақтар жіті қаралды, шешімдер бір ауыздан қабылданды.